Шыңғыс хан. Әлі күнге дейін Шыңғыс ханның ұлтына байланысты, оның әскері, оның құрған мемлекетіне байланысты түрлі пікірлер айтылып келе жатыр. Жақында академик Оразақ Смағұл ағамыз мынадай мәлімдеме жасаған болатын. Алдымен Шыңғыс хан моңғол ма, моңғол емес пе дегенді анықтап алу керек. Шыңғыс хан мәселен 13 ғасырда өмір сүрген адам, бірақ сол Шыңғыс ханның елі қолданған тіл мен сол тұстағы этникалық атауларды бүгінгі моңғолдар түсінбейді. Арада бар болғаны 800 жыл ғана өтсе де олардың жазуын не оқи алмайды, не түсінбейді. Ал біз түркі тектес халықтың біріміз, осыдан 700-800 жыл бұрынғы көне түріктердің жазуын ашып оқып жатырмыз ғой деген болатын. Ал белгілі тарихшы Ординская Москва кітабының авторы Белинский бүкіл елдің аузын аштырған мәлімдеме жасады. Белинский былай дейді: қияттар, керейттер, наймандар мен меркіттер бәрі де моңғолдар емес, түркі тілді тайпалар болатын. Олардың қалдығы бүгінде Қытай аумағында, ал тілі қазақ. Енді қызықты қараңыз, Белинский одан әрі былай дейді: Шыңғыс хан тұсында мемлекеттік тіл қазақшаға жақын бұрынғы ұйғыр тілі болды. Темуджиннің әкесі Есугей қияттарға хан болған, анасы Оян қазақтың Қоңырат тайпасынан, бәйбішесі Бөрте де қазақтың Қоңыратынан еді. Қағанның барлық ұлдары түркі есімдерімен аталды. Шыңғыс ханның өзі қазақша күн дидарлы хан дегенді білдіреді. Моңғолдарда сол кезде де қазір де мұндай есімдер атымен жоқ. Хан сөзі де таза түрікше, моңғолша емес. Моңғолдар өз билеушілерін қоңтайша атады. Шыңғыс хан кәдімгі қазақ құрылтайында сайланды деген болатын. Құрметті халайық, әлем мемлекеттің тарихшылары Шыңғыс хан туралы осылай деді. Ал бұл деректі сіз барлық таныстарыңызға таратып жіберіңіз.